Сәлеметсіздер ме достар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы неліктен ежелгі Үндістанда индуизм буддизмнен басым болды? Индуизм дегеніміз не? Біздің заманымызға дейін 6-2 ғасырларда үнділер брахманизм дінін ұстанды. Басты құдайларын Брахма, Шива және Вишну деп атады. Брахма бүкіл әлем мен тәртіпті жаратушы. Шива табиғаттың қиратушы күштерінің иесі, ал Вишну болса адамзат өмірін жаратушы және оны қорғаушы құдай деп саналды. Брахманизмнің дамуы индуизмнің қалыптасуына негіз болды. Индуизмде бұрынғы құдайлар сақталды, бірақ индуизм жанның бір денеден екіншісіне көшуі, реинкарнацияны мойындайды. Адамның келесі өмірде кімге айналуы оның қазіргі өмірдегі іс-әрекеттеріне байланысты. Бұл заң карма деп аталады. Индуизм дінін ұстанушылар сиыр, жылан сияқты қасиетті жануарларға табынған және Ганг өзенін қасиетті деп санаған. Касталық жүйе. Брахма адамдарды топтарға бөлді. Мұндай топтарды каста деп атайды. Әрбір кастаны ол өзінің дене мүшесінен жаратты. Барлық адамдар тумасынан өзінің ата-бабасының кастасына жатқызылады. Бір кастадан екінші кастаға ауысуға тыйым салынды. Үнділердің касталарға бөлінуі теңсіздіктің шығуына алып келді. Будда деген кім? Біздің заманымызға дейін 6 ғасырда Үндістанда буддизм қалыптасты. Бұл діннің негізін қалаушы Сиддхартха Гаутама. Гаутаманың түсінігі бойынша бақытсыздық адамның тілектерінен туындайды. Егер адам өз тілек ықыласын жеңетін болса, онда ол рақатқа бөленіп, шексіз тыныштық жағдайына нирванаға қол жеткізеді. Гаутаманы ел Будда, яғни жарық сәулелі таза деп атай бастады. Буддизмнің қасиетті кітабы Трипитака. Буддизм әлемнің көптеген елдеріне кең тарала бастады, ал Үндістанның өзінде негізгі дін ретінде индуизм сақталған. Ашока патшаның талпынысы. Біздің заманымызға дейін 3 ғасырда Ашока патша буддизмді қабылдады. Ол буддизмді халықты біріктіру үшін қолданғысы келді. Патша пұтқа табынушылар үшін ғибадатханалар мен монастырларды салды. Брахмандар патшаның қарсыластарына айналды. Олар касталық жүйені сақтауға талпынды. Нәтижесінде Ашока қайтыс болғаннан кейін оның мемлекеті батыс және шығыс бөліктерге бөлініп кетті. Буддизмнің таралуы. Буддизм байлыққа немқұрайлықпен қарауды уағыздады. Бұл байлардың мүлкіне көз алартудан, ұрлықтан сақтады. Бұл байларға тиімді еді. Мұнымен бірге әлеуметтік күрес пен төңкерістерден бас тартуға үгіттеді. Ол патшалар мен шонжарларға да ұнады. Мысалы, Ашока буддизмді қабылдады. Тіпті буддизмнің басты ережелерін талқылап, бекіту үшін үлкен діни жиналыс өткізді. Оның тұсында буддизм мемлекеттік дәрежеге ие болды. Көптеген буддалық діни сарайлар салынды. Буддизм адамдарды байлығына, ұлтына, тіліне бөлмеді. Кез келген тайпаның, халықтың адамдары буддалықтар тобына мүше бола алды. Кейіннен оны уағыздаушылар көрші халықтар арасында да пайда болды. Әсіресе Қытай жерінде кең таралды. Азияның шығыс және оңтүстік шығыс аралдарындағы халықтар да бұл дінді мойындады. Сөйтіп, буддизм кең таралған алғашқы дүниежүзілік дінге айналды. Оған бүгінгі таңда да аталған аймақтың халықтары сенеді және уағыздайды. 1-ші мыңжылдықтың басында индуизм мен буддизм қатар дамыды. Бұл екі діннің арасындағы тартыс олардың дами түсуіне ықпал етті. Буддизмнің көптеген ілімін ала отырып, индуизм оны ығыстыра бастады. Біздің заманымыздан бұрын 3 ғасырда патша Ашоканың буддизмді қабылдағанына қарамастан, ол басты дінге айнала алмады. Оған ең алдымен индуизмнің бірнеше құдайға сыйынатын
ауқымды діни түсініктері әсер етті. Сонымен қатар үнді қоғамындағы варналық құрылыстың сақталуы да өзіндік рөл атқарды, ал индуизм бұл құрылысты қолдайтын еді. Ал енді достар, Будда былай деп айтқан: адамды оның туған ортасы емес, іс-әрекеті төменгі кастаның мүшесіне немесе брахманға айналдырады. Сендер қалай ойлайсыңдар? Будданың бұл пікірі индуизмнің қандай басты белгісіне қайшы болып саналады? Жауаптарыңды комментарийге жазып қалдырыңдар. Жаңа видеолардың жиі шығып тұру үшін каналға лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.